Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы 65 Нұрпейіс әскери бөлімінің сарбазы Артем мырза. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Ең алғаш үйренген шет тілді жайлы айтсаңыз. Өзі мен Атырауда тұрамын. Өшкенде мен қазақша үйрендім. Бәрі достар қазақ болды. Вот так үйрендім қазақша. Жақсы, Артем мырза, қай тілдерде еркін сөйлей аласыз? Үш тілі: қазақша, орысша, әзербайжан. Жақсы, туған тіліңіз әзербайжан. Қай жасыңыздан бастап тіл үйренуге деген қызығушылығыңыз ашылды? Үйрендім қазақша 10 жаста. 10 жастан үйренесіз. Ал орыс тілін? Орыс примерно 5 жаста үйрендім. Жақсы. Көп тіл білудің сізге тигізген пайдалы тұстары жайлы айтсаңыз. Қазақ тілі, например, клиникада істедім. Анда қазақ болып балалар қазақпен сөйледім. Сосын школда қазақша сөйледім. Колледжде, армияда қазақша сөйледім. Балдармен көп достар бар менде. Яғни көп достар табуға және тіл табысуға сізге тигізген пайдасы көп болды, иә? Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Қазақша еркін сөйлейтін. Тіл үйренудегі өзіңіз қолданып жүрген әдістермен бөліссеңіз. Музыка тыңдаймын қазақша, кино қараймын, кітап оқимын қазақша. Больше всего музыка тыңдаймын қазақша. Яғни тыңдау арқылы үйрендіңіз, иә? Иә. Өмірлік ұстанымыңызға арналған қанат сөздерді өзіңіз білетін тілдерде айтып берсеңіз. Есть народная пословица: гусь берегдай, көш бірде, сила в единстве. Тұшымды жауабыңызға рахмет, Артем мырза. Қош сау болыңыз, көрермен. Сау болыңыз.